52 көшенің бәрін кезең-кезеңмен қай көше қашан қосылатын 8 көше қазір дайын болдыса, технологиямен бәрін қарастырып, уже қосу керек. Болашақта мына проектін жасап, қаржының шамасына қарап, оны бәрін істейміз. Обязательно ГПС-пен төсеп, қабылдаған кезде барлық жерінде қарап шығасың. Если бір кемшілік болатын болса, қабылдамайсыңдар. Барлық қарадым, екі-үш жерде де тұйықтар бар, екі-үш үй бар, қазір қара жол жоқ. Ең кемінде осындай немен тас жол бар. Тас жолдарды сосын біз рет-ретімен капремонтпен үстіне асфальт төсеп береміз. Үлкен жұмыстар бізде қалада жол саласында жасалып жатыр. Ямаш ремонт, текущий ремонт, жай жөндеу жұмыстар бар. Орташа жөндеу жұмыстар бар. Орташа жөндеу жұмыстарының өзінде 4 миллиардтан астам 35 көшеге орташа жөндеу жасадық. Сонымен қоса қалада қазір қара жол қалмады деп айтуға болады. 15 көше бар еді, сол қара жолда. Соның бәрін жасадық. Осы мамыр айына дейін. Енді қазір бірең-сараң жағы көшелердің аяғынан жаңадан қоныстанған бір 2-3 үй болмаса, қара жол қалада жоқ деген. Бір 2 жылдың көлемінде сол немен тас жолмен істегеннен ол да асфальтқа бірте-бірте неғылады. Сонымен қоса жаңағы қаланың тротуарларын істеп жатырмыз. Қазір 69 көшеге 2 миллиард 300 миллион ақша бөліп осы тротуарларды жасап жатыр.